4-ші сынып. Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы жердің жүрегін тыңдайық. Мақсаты сөйлеу барысында иллюстрацияны қолданамын. Түрлі шығармашылық жұмыс жасаймын. Балалар, сендер нені көріп тұрсыңдар? Суретте, жердің суреті, я? Жер не істепті балалар? Мұңайыпты, жылапты. Неліктен? Қараңдаш, қасындағы сөздерді оқып шығарсыз. Сөз тіркестерін. Ауаның ластануы, судың ластануы, ауыз су тапшылығы, өсімдіктер мен жануарлардың жойылу қаупі, қоқыстың көбеюі дейді. Яғни, бұлардың бәрін бір сөзбен біз не дейміз балалар? Экологиялық мәселелер. Міне жер осының кесі, яғни әсерінен не істеп тұр? Мұңайыпты. Олай болса балалар, біз бүгінгі сабағымыз осы жер ғалам шарына қамқорлық жасаймын екен. Кітаптарының 133-ші бетін ашып, кәнеки түсініп оқып шығайық. Жер шарына қалай қамқорлық жасайды екенбіз? Ал енді балалар оқып болса, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Яғни біз қазір балалар фазл әдісі бойынша топқа бөлінеміз. Яғни жаһандық жылыну жер шарына төнген қаупі туралы жазылған, тірек сөздер жазылған тірек сөздер бойынша бірінші топтасамыз. Екінші топ табиғи көмір зияны туралы жазылған сөздер арқылы топтасамыз. Ал үшінші топ жылу көздері туралы, яғни тірек сөздер жазылған бойынша топтасамыз. Және де сол жердегі тірек сөздерді, яғни фазл құрастырамыз балалар. Ал енді мәтіннің негізгі ойы, кәні бірінші топ, жаһандық жылыну туралы не айтылған? Сендердің ықтимал жауаптарың. Жылыжайлық әсерді ғалымдар ауа температурасының жоғарылауынан деп түсіндіреді. Жаһандық жылыну жер шарына төнген, яғни қатерлі құбылыс. Жерде өте ыстық болса, мұздықтар ериді екен. Теңіз жағалауын су алып, қалалар су астында қалуы мүмкін дейді. Адам баласы жер бетіндегі мәселелерді шешумен осыны айналыса бастады дейді. Сендердің бірінші топтан, яғни ықтимал жауаптар не? Ал екінші топ, сендер табиғи көмірдің зияны туралы мәтініндегі негізгі ойды табасыңдар. Балалардың ықтимал жауабы. Жылу көзінің бірі табиғи көмір. Үлкен қалаларды қыс маусымында жылыту үшін мыңдаған тонна көмір жағылып, ауа ластанады. Көмірді жаққан кезде ауаға зиян қалдықтары тарайтыны белгілі. Жақсы. Ал енді үшінші топ. Сендер, яғни электр қуаты туралы мәтіндегі негізгі ойды табасыңдар. Үшінші топтың ықтимал жауабы. Бүгінгі заманның электростанциялары туралы не білесің? Әрине ол адам баласын ойлап тапқан жаңалығы. Олар міне суретте көріп тұрғандай атом, жылу, су, жел электростанциясы. Мысалы, жылу электростанциясы арнайы пештерде көмір, мазут, газ жағу арқылы қуат өндіреді. Ал су электростанциясы тау өзендеріне бөгет салу арқылы жасалады. Бөгеттен құлап аққан судың күші арнайы құрылғылары арқылы электр қуатын шығарады. Ал жел электростанциясы кәдімгі желдің күшімен жұмыс істейді. Электр қуаты оңайлықпен пайда болмайды, я? Электр қуатын үнемді пайдалану керек екен. Жақсы балалар, мәтіндегі негізгі ойды таптық. Келесі тапсырма, дәлелде. Енді ғылым мен техника жетістіктері арқылы адам жер ғаламшарының мәселелерін қалай шешіп жатыр? Мысалы, бізде көліктер, яғни өте көп қазір, сондықтан да өздерінен ауаға газ таратады. Міне осы, яғни осы мәселені шешу үшін, яғни біз қазір мүмкін электрлі машиналар ойлап табуымыз керек, осы мәселелерді шешіп жатыр. Жаңағы су, жел, электр станцияларын іске қосып жатыр. Олар экологиялық таза әрі қолжетімді.
және қазіргі кезде балалар ақылды қала жобасын жасаушылар қуат көзін үнемдеу мүмкіндігінде іске асырып отыр. Мысалы, қаладағы жарық көздері ғимаратқа адам аяқ басып кірген кезде өзі жанып, шыққан кезде өзі өшеді екен. Міне осындай мәселелерді шешіп жатыр екен. Тамаша балалар. Келесі тапсырма. Міне сендер көріп тұрғандарыңдай балалар, ненің суретін көріп тұрсыңдар? Электр мен көмірдің суретін көріп тұрсыңдар, иә? Осыны, яғни біз қазір Вен диаграммасы арқылы осы екі, яғни электр мен көмірдің атынан айтыс ұйымдастырайықшы ғана. Яғни электр не деуі мүмкін? Яғни мен жарық беремін дейді, иә? Және де тұрмыста мені өте кеңінен қолданады. Әлем жаңалығын біледі. Мысалы, қазір интернет желісі арқылы біз, яғни барлық жаңалықты осы электр қуатының арқасында біліп отырамыз, иә? Ал көмір не деп айтты? Өзін мақтап жатыр, мен жылу беремін дейді. Өте дұрыс айтады. Және ертеректе пайда болғанмын дейді. Мысалы, электр қуаты қосылмай атып, бізде көмір пайда болған екен. Және менен дәрілер, түрлі заттар, каучук, міне осындай нәрселер бояудың түрлерін жасайды екен. Жақсы, ал екеуінің айырмашылығын айттық біз балалар. Енді екеуінің ұқсастығы неде? Екеуі де адамға пайдалы екен, иә? Жақсы. Келесі. Енді балалар үйге тапсырма. Үнемдей білеміз бе? Мына кестені ата-аналарының көмегімен толтырасыңдар балалар үйде. Отбасында соңғы айда қанша электр қуаты жұмсалды? Соны жазасыңдар. Алдыңғы айда қанша жұмсалды? Оны жазамыз. Айырмашылық артық кемін анықтайсыңдар. Қандай қорытындыға келдіңдер? Яғни электр алдыңғы айда, соңғы айдан, яғни аз жұмсалса, онда электр қуатынан не істеуіміз керек балалар? Үнемдеу керек екенбіз, иә? Ендігі сабаққа осы сұраққа жауапқа дайындалып келесіңдер. Яғни біз бүгінгі сабақта балалар сонымен нені білдік, қалай ойлайсыңдар? Яғни біз бүгін жер ғаламшарына қамқорлық жасауды, жердің жүрегін тыңдауды, электр қуатын үнемдеуді білдік. Тамаша балалар. Енді сабақта табыс сатысы арқылы өздерін кері байланыс бересіңдер. Яғни қолдарындағы жапсырмаларды артына бүгін не білдің, бүгін не түсіндің, тағы да не жасай аласың? Міне электр қуатын үнемдеуге болады екен, міне осыны жапсырмалардың астына жапсырып, яғни керекті баспалдаққа жапсырамыз балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.